Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің есімім Сандуғаш Садыкова, мен BIC компаниясының премиум бриллиантовый директор боламын. Өткен видеода мен сіздерге біздің маркетинг планының бірінші бөлімін көрсеткен болатымын. Ол 3%, 6%, 9, 12, 15, 18, 23% деп біз тоқталған болатынбыз. Вице-директорлық дәрежеге дейін ғана мен көрсеткен болатымын. Енді бүгін екінші бөлімін және үшінші бөлімін көрсететін боламын. Ашып түсіндіруге тырысамын. Сол себепті де мұқият қарап отырыңыздар. Қараңыздар, 23%-ке келіп тоқталдық. Бұл статус вице-директор деп аталады. Вице-директор. Сіз вице-директор болып, 5000 балл, вице-директордың жаңағы командамен жинайтын балының саны 5000 балл болу керек. Сонымен 5000 балл болып, 6 ай, 12 айдың 6 айын сіз жинап отырсаңыз, 5000 балл қылып, сол кезде сіз директор ретінде подтверждение жасайсыз. Яғни, директор боласыз да, сізге компания 1000 евро премия төлейді. Ары қарай кеттік. Егерде сіз екі директор өсірсеңіз, сіздің организацияңыз, яғни сіздің астыңызда екі директор өссе, в первой линии дейміз, бірінші сіздің дәрежеңіздегі директорлер саны екеу болатын болса, онда сізге 2000 евро беріледі. Ол қалай бірінші дәреже деген? Қазір мен сіздерге түсіндіріп өтем. Мысалға қараңыз, мынау сіз, мына жерде сіздің мынау қараңыз, мынау бір веткаңыз, мынау екінші. Сізден тараған адамдардың бәрі ветка деп аталады. Яғни қараңыз, сәуле сияқты, мынау күн сияқты сәулесін шашып тұрған, мынау сіз. Мына жерге адам жазсаңыз, бұл сіздің бірінші веткаңыз болып саналады. Мына жерге адам жазсаңыз, екінші веткаңыз болып саналады. Мынау үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші мысалға, Бірақ біз 7 ветканы ашып тастамай, бірден егерде тіпті сіз новичок болып келсеңіз, сетевойдан ешқандай хабарыңыз болмаса, онда 1-2 веткадан бастағаныңызға кеңес береміз. Мысалға, басқа спонсорлар мүмкін, басқа структурадағы спонсорлар басқаша кеңес беретін шығар. Онда сіз өзіңіздің спонсорыңызды тыңдауыңыз қажет. Ал енді біз көп деген максимум дейміз ғой, көп болса 2-3 ветка ашуға кеңес береміз. Яғни сіздің тура астыңызға жазылған адам, сіздің реферальный ссылкаңызбен өтіп, сізге жазылған адам, бұл сіздің жаңағы веткаңыз деп саналады. Ветка аштым деген сөз, яғни бұл. Мысалы, мына жерде сәулен жаздыңыз, яғни сіз сәулемен ветканы ашып жібердіңіз. Мына жерге Гүлнар жаздыңыз, Гүлнармен, тура Гүлнар сіздің астыңызға жазылды. Яғни екінші ветканы ашып тастадыңыз Гүлнармен. Мына жерге Айнұрды жаздыңыз, Айнұрды жаңағы ветка ашып тастадыңыз, үшінші ветка қылып. Мынау бірінші, мынау екінші ветка, мынау үшінші ветка, Ветка деген осы, бірден осын түсіндіруге тейін. Өйткені көп сұрақ кеп жатады, ветканы қалай ашам, ветка деген не? Мінеки, ветка деген осы. Мына сәуледен мысалға тарап жатыр адамдар. Яғни бұл сіздің бірінші веткаңыздағы сәуледен тараған адамдар. Сізден сәуледен арғарай кетті, тарап. Енді осы жерде, мына сәуледен тарағанның астында, немесе сәуленің өзі, вице-директор болатын болса, болмаса мысалға сәуле жай потребитель, бұл келді, құр өзіне алып жүр. Ал бірақ сәуле жазған адам, мысалға мына жерде Ғазиза. Ғазиза бұл алдыда ары қарай кетті жұмыс істеп, бұл вице-директор болды. Мына сізбен Ғазизаға дейін егерде директор болмаса, онда мына Ғазиза сізге вице-директор болып, бірінші сіздің директорыңыз болып саналады. Бірінші директорыңыз. Ары қарай мысалға мынау сіз жазған Гүлнар, мүлдем сәулеге қатысы жоқ Гүлнардың. Өйткені Гүлнар сіздің астыңызға жазылды. Яғни, бұл сіздің екінші веткаңыз болып саналады. Гүлнардан тарады адамдар. Гүлнар жақсы жұмыс істеп жатыр. Гүлнардың өзі, немесе Гүлнардың астынан шыққан вице-директор сізге, Гүлнар өзі директор болмаса, мысалға өзі вице-директор болмаса, Гүлнардың өзі вице-директор болса, онда бұл сізге екінші директор болып саналады. Екінші директор болып саналады. Сондай жағдайда, мысалы, сәуле вице-директор, болмаса Ғазиза, Гүлнар вице-директор,
екеуі екі жағыңызда тұр. Біреуі оң қолыңызда, біреуі сол қолыңызда. Яғни сізде екі директор деген сөз. Сіз кім боласыз? Сіз золотой директор деп саналасыз да. Сізде екі директор, сіз 2000 евро премия аласыз. Ал егер де мысалға біз жаңа ғана айттық, я, Ғазиза да вице-директор, Ғазизаның астынан тағы да мына жерде Нұргүл шықты, бұл да вице-директор. Мына директор, вице-директор, бұл сіздің екінші дәрежеңіздегі вице-директор болып саналады. Екінші уровеньдағы вице-директор болып саналады. Ал Гүлнардың, бұл Нұргүл, бірінші директор болып саналады. Түсіндіңіздер ғой, я? Ары қарай кеттік. Осы жаңағы схема бойынша, мына жерде үшінші веткаңыздағы Алма тұр, я? Айнұр дедік па? Алмады, я? Айнұр ма? Айнұр мысалы, я? Бұл сізде жаңағы үшінші директор, яғни сіз үш директор өсірген платиновый директор статусын иемденесіз де, BIC компаниясы сізге платиновый директор деген дәрежесін береді де, сізге беретіні 3000 евро болады. Қандай керемет. Ары қарай тура осы схемамен сіз жаңағы сәулеңізді шаша бересіз, веткаларыңызды аша бересіз. Сапфировый директор 4 директор 4000 евро, бриллиантовый директор 5 директор 5000 евро премия аласыз. Ведущий бриллиант дәрежесі, яғни бұл 7 директор өсірдіңіз 7000 евро, премиум бриллиантовый директор дәрежесі сізде 9 директор өсірдіңіз 9000 евро аласыз. Вице-президент дәрежесі сізде 11 директор 22000 евро, золотой вице-президент 14 директор 28000 евро, сапфировый вице-президент 17 директор өсірдіңіз сіз 34 000 евро, бриллиантовый вице-президент 20 директор өсірдіңіз 40 000 евро, президент 23 директор 100 000 евро, ары қарай беріңіз, ары қарай өте қызық. Золотой президент 23 директор, оның ішінен 5 бриллиантовый директор болса ғана сізге золотой президент дәрежесін береді де, сіз 200 000 евро премия аласыз. Не деген ақшалар? Ойлаңыздаршы, жай жұмысқа барып жүріп, сіз өмір бақи 70-80 жыл өмір сүрсеңіз де, бұндай айлық ала алмайсыз. Сол себепті де, мені қазір қарап отырсаңыз, бұл шындығында да, егерде жұмыс істейтін болсаңыз, егерде жаңағы шынымен мақсат қойып, алға жылжитын болсаңыз, біздің компанияда, менің командамда міндетті түрде осы ақшаларды аласыз. Өйткені мен ала бастадым. Мен де сенбейтін адамдардың бірі едім. Ары қарай кеттік. Платиновый президент 23 директор өсірдіңіз сіз. 11 бриллиантовый директор арасында болу керек. Мына жерде 23 директордың арасында. Сол кезде 300 000 евро премия сізге беріледі. Сапфировый президент дәрежесін берді сізге. 23 директордың арасынан 17 бриллиантовый директор болу керек. Сол кезде сіз аласыз 400 000 евро премия. Және де ең үлкен дәреже BIC компаниясындағы бұл бриллиантовый президент, 23 директор, сізде, 23 директор емес, 23 бриллиантовый директор егерде өсірсеңіз, сізге бриллиантовый президент дәрежесін береді де, 1 000 000 евро премия береді. Тамаша, өте керемет. Мысалы, новичоктар өте көп новичок. Мысалы, мен де новичок болғам. Новичок деген жаңадан біздің бизнеске келген адам. Мына маркетинг планды қарап отырып, ой, мен бұған қашан жетем, ең болмаса директор болсам, оған да рахмет, бір 100 000, 200 000 теңгеге жетсем де рахмет деп ойлайтын шығар. Мен өте жақсы түсінем, себебі мен де сондай адамдардың бірі едім. Мен де маркетингке қарап отырып, ең болмаса бір өзімнің айлығыма бір 100-200 000 теңге қосылса, соған да рахмет деп ойлаған адамдардың бірі едім. Мінекей бір-ақ жылдың ішінде мен, қараңыздаршы, мен мынау премиум бриллиантовый директор дәрежесіне жеттім. Бір-ақ жылдың ішінде. Менің қазір бірінші жаңағы уровень, бірінші, міне мына айттық қой, мысалға, менен тараған 9 емес 10 директор бар. 10 директор, 10 вице-директор бар. 11-шісі өскен кезде менің дәрежем вице-президент болады. Қандай тамаша. Ендіше беретіні қараңыздар. Премиум бриллиантта мысалға, беретіні 9 000 евро. Өткенде менен бір кісі сұрап жатыр, Сандуғаш, сіз 9 000 евро алады екенсіз ғой дейді. 9 000 евро алмаймын. Білесіздер ме неге? Себебі мынаның барлығы бір-біріне қосылады.
9 7-ге қосылады. 7, 5, 4, 3 осының барлығын санап келіп, жаңағы қоссаңыз, егерде 30 000 евро премия беріледі. Бір-ақ жылдың ішінде. Енді бұны айтпауға мүмкін емес, енді аузымды толтырып тұрып айтқым келеді, тіпті жар салып бүкіл әлемге айтқым келеді, себебі шынымен егерде еңбектенсең, шынымен жетеді екенсің. 30 000 евро дегеніңіз бұл Астананың қақ ортасынан бір пәтер алатындай ақша емес пе? Сол себепті мен сіздерге бірден шақыра кетейінші өзімнің командама. Ең керемет атты структураға келіңіз. Сізді үйретеміз, жетелейміз, және де міндетті түрде бірге жетеміз деп мен 100% кепілдік бере алам. Тек қана сіздің қалауыңыз қажет, сіздің ниетіңіз керек. Сонымен премияларға тоқталып өттік. Бұл біздің маркетинг планымыздың екінші бөлімі болатын. Бұл сонымен қатар премия және директорский бонуста деп аталады. Кеттік ары қарай, үшінші бөліміне келдік. Үшінші бөлімі тіптен керемет, себебі үшінші бөлімін көптеген адамдар сетевой маркетингке не үшін қызығады? Көптеген адамдар сетевой маркетингке пассивный доход үшін қызығады. Мінеки, біз қазір пассивный доходқа келдік сіздермен бірге. Егерде компанияның тілімен айтатын болсақ, бұл пассивный доход ОПБ деп аталады. Яғни, организационный премиум бонус. Қараңыздар. Организационный премиум бонусты, пассивный доходты сіз қандай жағдайда ала аласыз? Егерде, қараңыз, мынау бірінші уровень деп қойдық, я? Сіз, мысалы, міне жаңа айттық, я? Вице-директор Ғазизаны мына жерде өсірдіңіз. Сіз қараңыз, Ғазиза өмір бақи ақшасын өзі алып жатыр. Ал сіз Ғазизадан 23% болып тұр ғой Ғазиза. Сіз одан өмір бақи 5% ОПБ, яғни пассивный доход, организационный премиум бонус алып отырасыз. Өмір бақи Ғазизадан емес, Ғазизаның қалтасынан емес. Ғазиза жасаған жаңағы бүкіл объемынан компания сізге 5%-ін санап беріп отырады ай сайын. Бұл не деген керемет мысалға мүмкіндіктер, ойлаңыздаршы. Ары қарай кеттік. ОПБ 2%, 23 жаңағы процентте тұрған сіздің директорыңызден сіз 2% аласыз, егерде ол сіздің екінші уровеніңізде тұрса. Яғни екінші дәрежеңізде тұрса. Яғни ол не деген сөз? Мынау Ғазиза сіздің бірінші дәрежеңіз болып саналады, я? Ал Ғазизаның астына мысалға Айсұлу. Вот на Айсұлудан сіз 2% алып отырасыз. 2%. Орысша айтатын болсақ, былай аталады. Организационный премиум бонус 2% с 23% команд второго уровня деп аталады. Яғни екінші уровенде тұрған директорден сіз өмір бақи 2% алып отырасыз. Бұл дегеніңіз шынымен пассивный доход. Біздің жұмыс деп талмай еңбек етіп жатқанымыздың барлығы түпкі мақсатымыз негізі айналып келгенде осыған апарады. Бұл қандай керемет десеңіздерші. Енді ары қарай кеттік. ОПБ 1%, яғни сіз аласыз үшінші дәрежеде тұрған директорыңыздың объемынан. Үшінші дәреже деген не? Айсұлудан алма дедік, Айсұлу бәрібір. Айсұлудан мысалға кетті, мысалы мына жерде Жанар дейге. Жанар мына жерде тұрған вице-директор. Енді санайық. Жанар қандай дәрежеде тұр? 1, бұл Ғазиза, Айсұлу, Жанар 3 қой, үшінші дәрежедеңізде тұр. Яғни үшінші уровеніңізде тұр Жанар. Яғни сіз Жанардан аласыз 1% өмір бақи. 1%, 1%. Айтқан кезде аз сияқты. Ал егерде оны біз жаңағы былай алып қарасақ, бұл үлкен ақшалар. Үлкен. Сізде директорлер көп болған кезде бұл өте көп ақшалар болады. Мысалы, тиын теңгеден құралады дейді ғой, мысалы, сол сияқты көп жаңағы тиындар келіп жиналған кезде бұл өте үлкен ақшалар болады қосылған кезде. Енді кеттік ары қарай. ОПБ 0,5%,
4-ші дәрежелі директорыңызден аласыз. Дәрежелі емес, дәрежеде тұрған. Яғни жанардың астында тұрған, мысалға, мына жерде Назгүл деге. Назгүлден, бұл Назгүл вице-директор, сіз аласыз. 4-ші уровенде тұрған Назгүлден аласыз. Қанша? 0,5. Солай кете береді. Назгүлдің астында тағы да бір директор болады. Олай болса, сіз 5-ші уровень болады. Да ол сізге, сіз одан 0,125% ақша алып отырасыз. Соның объемынан. Яғни оның ғана емес, оның жасап отырған бүкіл структура, бүкіл командасының объемынан алып отыратын ақшаңыз 0,25% болады. Арғырай ОПБ 0,125%, тағы да 6-ші уровенде тұрған Назгүлден тараған 6-ші уровенде тұрған адамнан сіз 0,125% аласыз. Мінеки осындай дәрежелер, яғни пассивный доход деп бұл аталады. Көрдіңіздер ғой, қандай керемет, қаншама мүмкіндіктер беріліп жатыр BIC компаниясының, қаншама ақшалар. Сол себепті менің сіздерге айтарым, бүгінгі күнмен ғана өмір сүрмей, кішкене алысқа қараңыздар. Себебі біз бүгін компанияда бармыз ба, жоқпыз ба, біз тіпті кетіп қалсақ та компания арғарай дамый береді, өсе береді. Және мына ақшаларды біреулер алып жататын болады. И менің айтпағым, біреулер емес, біз алайық. Біз келдік қой, тіркелдік қой. Олай болса, осыларды алуға мүмкіндік жасайық. Егерде сіз уже компаниямызға тіркелген адам болсаңыз, ал егерде сіз әлі біздің компаниямызға келмеген адам болсаңыз, қызығып қазір маркетинг планды қарап отырған адам болсаңыз, онда міндетті түрде менің ең керемет деп аталатын структурама қосылыңыз. Мен сізді асыға күтемін. Бірге болайық, ең керемет болайық. Мен сізді асыға күтемін. Рахмет.